Менің бойымда минустар өте көп. Қалай арылсам болады осы минустардан? Прям осы минустар менің мақсаттарыма жетуіме, табысымды арттыруыма, отношенияда барлығына кедергі келтіріп жатыр. Маған кеңес беріңізші. Психолог ретінде маған осындай сұрақтар өте жиі келеді. Сәлем, менің есімім Майя Жібек. Мен международный психолог-практикпін. Егер саған түрлі психологиялық блогтардан арылу тақырыптары қызықтырса, онда осы каналға подписация етіп жазылып ал. Енді тақырыпқа оралатын болсақ, адам негізі өзінің плюсына мән беруі керек. Қараңызшы, бұл нәрсе уже зерттеліп тастаған нәрсе. Ата-аналар не істейді? Баласы математиканы өте мықты білсе, бірақ ағылшын тілін ұнатпаса, не істейді? Ағылшын тілін оқыту керек деп, оны қайтадан барып, мұғалімдер жалдап, көп уақыт бөліп, оқығысы келмеген сабақты қинап тұрып, қолын шымшып тұрып оқытады. Ал бала негізі кішкентай кезден тәрбиелегенде, бала тәрбиесінде осындай нәрсе бар. Балалары бар ата-аналар осы нәрсені қолданыңыздар. Балаңыздың бойында қандай қабілет бар, сол қабілетті арттыру керексіз. Ал үлкен адамдарға менің айтатыным, білесіз ба, менің де бойымда мыңдаған минустар бар. Мен тез ашуланам, адамның бетіне бір нәрсені тық еткізіп айта салам. Ол адам екінші рет менімен сөйлеспей қоюы мүмкін. Мен шыдамсызбын. Мен деген тағы немін? Мен боқтап жаман сөздер айтып жүретін кезім бар. Мен деген адамға жақсы көріп тұрсам да махаббатымды көрсете алмаймын. Тағы не? Мен деген акцентпен ағылшыншаны сөйлеймін. Көп қой енді. Мен минустарымды айтатын болсам, түзетін болсам толып жатыр. Но адам табысқа жетуі үшін 99 минусына емес, бойыңыздағы бір мықты қабілетке мән беруіңіз керек. Допустим, сіз ашушаңсыз, бірақ еңбекқорсыз. Немесе сіз тағы не істесем болады? Тамақ дәмді жасамайсыз, бірақтан сіз үйді өте күшті жинайсыз. Компьютер сондайлардың барлығын мықты түсінесіз, бірақтан сіз қандай нәрсе есепке жоқсыз. Сондықтан да IT жағына мән беру керексіз. Бұның шешімі мынандай. Мен еңбекқормын ғой, қаншама барлық минустарыма мән бергенше, лучше мен еңбекқорлығыма мән берейін деді. Қараңыз, мен ағылшын тілінде акцентпен сөйлеймін дедім. То есть бұл акцент барлық қазақтың, орыстың басындағы бар акцент. R деген ағылшынша сөйлегенде. Но бірақ қараңызшы, мен еңбекқорлығымның арқасында ағылшын тілін өзім 100 күннің ішінде үйрендім ғой. 100 күннің ішінде ағылшын тілінде еркін сөйлеп мен шықтым. Ненің арқасында? Еңбекқорлығымның. Мен еңбекқорлығымды одан ары қарай арттыру үшін не істеу керекпін? Мен бойымдағы қабілеттерді арттыру қажетпін. То есть, ұзын сөздің қысқасы, минусымыз біздің ешқашан таусылмайды. Минусты іздесек бітпейді. Әр адамның бойында плюстан көрі минустар көп. Но бірақ өмірдегі жалпы жетістікке жеткен адамдардың барлығын тыңдасаң, олар тек қана өздерінің бойындағы плюстар мен мақсаттарға ғана фокус қояды. Сондықтан сіз дәл қазір, мен сізге мынандай техника берейін. Бір дәптер алыңыз. Дәптерге аласыз да, өзіңіздің бойыңыздағы 3 қабілетті жазасыз. Мысалы, мен өте еңбекқормын, мен өте ізденімпазбын. Тағы да өзіңіз бір нәрсені жазасыз. Мен мынандай тамақты жақсы істеймін, мынандаймын деген сияқты ақылдымын. Сол қабілеттерді жазып, одан ары қарай ол қабілеттерді іске асыруыңыз керек. Мысалы, сіз еще білімді адамсыз, Так, біліміңізді одан ары қарай қалай арттыра аласыз? Мен мынандай курсқа қатысамын, мынандай тілді үйреніп бастаймын, мен тігін курсына барамын. То есть біліміңізді арттыру үшін қандай білім алғыңыз келеді, соны тізіп жазасыз. Сіз еңбекқорсыз,
Так, еңбекқор болсаңыз, мен таңертең 6-да тұрып бастаймын, одан кейін барып мен тренингқа бастаймын, потом мен шпагатқа тұруды үйренемін, одан кейін барып мен шегеге тұрып көремін, мынандай нәрсе жасаймын, боксқа барам. То есть еңбекті, талап ететін нәрселерді жазасыз. Одан кейін барып сіз дәмді тамақ пісіремін дедіңіз, одан кейін 10 жаңа рецепті үйренемін деп жазыңыз. То есть сіздің бойыңызда дәл қазіргі таңда қандай 3 плюсіңіз бар, сол 3 плюсті 30 плюсқа айналдыруыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Адам дәл осылай өзінің бойындағы плюс қабілеттерге фокус қойып, ол қабілеттерді одан ары қарай терең дамытатын болса, өмір жеңілдейді. Үнемі энергияға толы жүресіз, үнемі позитивке толы жүресіз, үнемі мотивацияға толы болып жүресіз. Потому что сіздің қолыңыздан келе жатқан нәрсені одан ары қарай дамытқан, это же круто. Өзіңді бір ақылды, күшті санайсың ғой. Бәрібір бізге адам болғандықтан мақтау қажет, мақтанғымыз келеді, бізді мақтағанын қалаймыз. Сол үшін бұның шешімі мен қолымнан няу дей бермей, қолыңыздан не келеді, сол нәрсені тереңірек дамытып бастаңыз. Сізге бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса, міндетті түрде каналыма әлі жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз. Және де күн сайын сізге түрлі пайдалы ақпараттар, мотивация қажет болса, онда міндетті түрде Ая Жібек деп жазып, менің Instagram парақшама жазылып алыңыз. Және де мына видеоны өзіңіздің достарыңызбен бөліссеңіз болады. Сізге сәттілік, негативке, бойыңыздағы жаман қасиеттерге мән бергенше, 99 қасиетіңізге мән бергенше, бойыңыздағы бір жақсы қасиетке мән беріп, сол қабілетіңізді одан ары қарай шыңдай түсіңіз. Сәттілік.